Сәлем балалар. Қалдарың қалай? Көңіл күйлерің жақсы ма? Балалар, менің алдымда түрлі суреттердің белгісі берілген. Кәдімгі суреттерге қарағанда, бұл суреттердің айырмашылығы неде деп ойлайсыңдар? Дұрыс, балалар, бұл пиктограммалық белгілер. Бұл тек қара түспен ғана салынған, және ол бір оқиғаның немесе бір әрекеттің белгісін көрсетіп тұр. Мысалы, мына суретте шынығып жүрген бала. Шынығып жүрген бала қандай болады? Шымыр болады екен. Денсаулығына қарап, шынығып жүрген бала күннен күнге толысып, ай сияқты толады екен. Ал ол үнемі сол дене шынықтыруды тастамай, спортты серік ететін болса, бұл жерде балалар серік деген дос деген де мағынаны білдіріп тұр. Спортты серік етсе бала, мынау қандай азамат болады деген? Дұрыс, жақсы азамат болады екен. Міне осы белгілердегі сөздерді қоса отыра, мен сендерге бүгін денсаулық туралы өлеңді қалай тез жаттап алуды үйрететін боламын. Мені мұқият тыңдаймыз бірінші. Шынықсаң, шымыр боласың. Толысып, айдай толасың. Спортты серік ете біл, жақсы азамат боласың. Енді балалар, менімен бірге сендер де қосылып айтып көріңдер. Ал шынықсаң, шымыр боласың. Толысып, айдай толасың. Спортты серік ете біл, жақсы азамат боласың. Мінеки балалар, сендерге ұнады ма? Бұл жаттаудың, өлең жолын жаттап алудың қарапайым әрі қызықты түрі екен. Енді сендер менің айтқан өлең жолымды осы белгілерге қарай отыра, үйде қайталап, маған айтып бере аласыңдар ма? Мен күтетін боламын. Қош сау болыңдар.